Сейчас мы находимся около нашей гордости. Это вольер хаски. То место, откуда начиналась наша любовь к животным и откуда начал зарождаться наш контактный зоопарк. Всего у нас на территории проживает 9 взрослых особей. Буран. Это один из самых активных наших парней. Буран. Он всегда бежит впереди в упряжке. Да, мы катаем детей на санях, в собачьих упряжках. Вулкан. Это Вулкан, очень темпераментный парень. Джек, наш голубоглазый. Гром, иди сюда. Иди сюда. И там у нас в вольерах также еще закрыты. Там в основном у нас девочки после откорма, после родов, либо до сих пор еще воспитывающие маленьких щенков. Мы являемся заводчиками. Волка и собаки, да? Угу. А собака какая порода? Смешанная с волком, чтобы получить хаски. Вот это я вам не подскажу. Но по легенде это как одомашненный. Не бойтесь. Это буран. Они очень дружелюбные, очень активные. Наверное, эта порода одна из самых активных среди всех собак. Как в фильме, да, этот хаски? Белый плен. Наверное. Да? Очень тяжелый фильм, морально. Да. Это вот сейчас перед вами Буран, папа, и Джек, это его сын. Сколько ему лет? Ему лет 6 уже, Бурану. А вообще, неше жыл тұрады? Все зависит от ухода. Мы следим за их питанием, за активностью, полностью, за всеми моментами. И при таком раскладе 15-18 лет в среднем. Супер. Вообще супер. Қандай осында зоопарк керемет. Көрдіңіз ба, қандай хаски. Келіңіз, балдарыңызды алып келіңіз. Керемет. Жалғыз сәлем Петропавл қаласынан. Мынау марал. Қай жақтың маралы ол? Өскеменнен, Да. Біз қазір Green Park деген жердеміз. Green Park деген база отдыха, демалыс базасы. Мына жерде осындай зоопарк бар, маралдар бар, осындай түрлі жануарлар бар. Түрлі, міне қараңыз, мына жерде қайын ағаштары қандай керемет, биіктігі қандай, міне қараңыз. Әдемі. Осындай Петропавл. Керемет табиғат, өте әдемі, ауасы таза. Бәріне кеңес берем. Келіңіз Петропавлға демалыңыз. Міне Green Park, осындай база отдыха. Міне бізбен бірге осындай күшті гид қарындасымыз жүр қасымызда. Бәрін білет. Қараңыз, қандай үйлер ана жақта. Осындай демалыс үйлері бар. Ішінде моншалары бар. Жататын орындары бар. Тамақ жейтін жерлері бар. Мынау қандай жануар? Пони. Пони, да? Мынау екі пони. Қараңыз. Ол. Әдемі өзі. Екеу. Біреуі қоңыр, біреуі сұр. Сондай шөпті жейді. Вольерде тұрады. Мына жерде тек қана қайын орманы емес, және де шырша орманы бар. Мынау жаңа көріп жатқандай, және де қайын ормандары бар. Қарағай бар тағы да. Осындай керемет
Ауа райы, барлықтарыңызға сәлем, Петропавл қаласынан, рахмет. Сәлематсыз ба, құрметті ханымдар мен мырзалар. Мына көріп отырғандай, мынау қайын орманы, кілең қайындар жан-жағында. Бұндайды көрдіңіз бе? Здесь у нас находится вольер с нашими козами. Козочки, овцы. Снег, видимо, для них сейчас вкуснее. Заметили. Также в этом вольере у нас вот они проживают, овцы. В таких домах. Мы относимся с большим уважением к живой природе, к животным. И каждый член нашего контактного зоопарка проживает в комфортных условиях. С руки вкуснее. Ладно, аналарға да берейік. Мынау қандай жануар? Қандай жануар? Құрметті достар, бұл енді қарағай орманы. Қараңыз, өте әдемі кілең қарағай ағаштары. Рахмет. Сәлематсыз ба, құрметті ханымдар мен мырзалар. Біз Петропавл қаласынан осы бейнебаянды жүргізіп отырмыз. Міне қараңыз, қандай әдемі қала екен. Мына жерде шырша ағаштары бар. Мынау біз қазір Ленин көшесіндеміз. Осы жолаушылар жүретін көше. Қараңыз, қандай ескі үйлер, әп-әдемі. Осындай қала, кішкентай, әдемі, өте жасыл, жан-жағы орман. Міне жаңа үйлер, ғимараттар салынып жатыр. Міне көшеде адамдар жүр. Ауа кішкене салқын, бүгін ауа райы. Осындай көшелер. Маған өзіме Петропавл қаласы өте ұнайды. Шағын қала. Мына жерде күн батыс. Осылай кітапхана, міне мысалғы. Осындай әдемі үйлер, түрлі түске боялған. Осындай жаяу жүретін көше, аллея дейді, мысалы. Ағаштар өте көп осы қалада. Осындай үйлер, ескі ғимараттар салынған. Бұрын Кеңес одағы кезінде осы купецтер тұрған үйлер, байлардың тұрған үйлер, әдемі үйлер, кірпіштен салынған. Міне осындай бізде Петропавл қаласы. Мысалғы қазір көрсетейін сіздерге.
Мынау бізде не? Мынау бізде Солтүстік Қазақстан облыстық соты, міне көріп тұрсыз. Да, сондай кішкентай 2-3 қабатты, 4 қабатты ғимараттар. Әдемі аллея. Жаздың күні осында адам толып тұрады. Адам жүреді, музыка ойнайды осында, мына аллеяда. Қазір енді қыс, сондықтан адам аз. Олардың ұлттық банкі департамент Солтүстік Қазақстан бойынша көшеде адамдар жүр. Осындай қала салынып жатыр, көркейіп жатыр. Барлықтарыңызға сәлем. Сәлем бәріне. Кездескенше сау саламаттай болыңыздар. Егер ұнаса, лайк басыңыз. Рахмет. Dear ladies and gentlemen, look, there is a French district in Petro City. You can see here the cities like Marseille, Lyon, Paris, Bourgogne, and other cities. But this is not, of course, Beijing and Astana. This is not France. But look, it looks like little France. In Petropavl, look, there's Moulin Rouge. There are windmills. Very nice. Look at this. Something art story. Looks nice. Yeah, it's pretty nice. Look at that. It's just Texas or something. It's a nice city, nice street, nice surroundings, nice people, very friendly, good weather, good mood, everything's good. Cheers, appreciate it. If you like the video, press likes, send your comments. Thank you very much. Дамы и господа, смотрите, какой красивый парк. Это памятник Абая Пушкина. А вот этот монумент напоминает монумент в городе Алматы, в парке президента по Аль-Фараби. Такая красивая площадь, такие красивые аллеи. Смотрите, как здесь красиво. Очень красивый город. Ели везде. Везде много деревьев. Очень красиво. Вот. Это Акимат Северо-Казахстанской области. Вокруг везде ели, деревья. Очень красиво, чисто. Стелла. Такие аллеи. Очень красивый город. Путешествуйте подальше и подольше. С вами был я. Всего доброго.